Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің видеода мені мошенниктер қалай алдап кетпекші болғандығы туралы видео түсіретін боламын. Не үшін түсіріп жатырмын бұны? Өйткені телефон, компьютер, либо басқа заттарды сату барысында сіздерді мошенниктер лақтырып кетпес үшін түсіріп жатырмын. Сонымен толығырақ айта кеткенде, мінекей менің объявлением OLX-та. Қараңыздар, смартфон сатам деп қойған болатынмын. Asus ROG Phone 5 игровой анау мынау деп қойғанмын. Объявление қойдым, содан соң маған мынандай бір кісі жазып тұр WhatsApp-тан. Қараңыздар, здравствуйте, пишу по поводу дейді да. Қараңыздар, внимательно қараңыздар. Asus ROG Phone 5 игровой зверь 16 гигабайт озу продажа обмен деп тұр. И осыған мән беріңіздер. Енді менің объявлениеме қараңыздар. Дәл сол Asus ROG Phone 5 игровой зверь 16 гигабайт озу продажа обмен деп. Яғни жаңа сатып алушы мынаны скопировать етіп, вставить етіп қоя салғанда сообщениеге. Ал егер шын покупатель болғанда, мынаны бүкілін жазып жүрмей, тек қана телефон моделін жазып қоя салушы еді. Asus ROG Phone 5 деуші еді. Вот, содан соң осыны толық жазғандықтан мен сразу біліп қойдым мошенник екенін. Сондықтан енді сіздер біліп жүрсін деп видео түсірдім. Жарайды дедім да. Типа білмеген адам сияқты сөйлесуді жалғастырайын деп жаздым. Здравствуйте, не продал деп жаздым. Какое состояние и сколько использовали деп, типа шын покупатель сияқты жазып тұр сообщение маған. Мен де ответ қайтардым. И сосын мына жерде сразу отлично я беру деп жазып тұр. И содан соң қараңыздар, через Яндекс доставку не против дейді. Яндекс доставку деп тұр да. Смартфонды қолына ұстамай көрмей сразу доставканы сұрап тұр. Сосын мен жазып тұрмын, нет, приезжайте деп жазып тұрмын. Сосын ол специально маған жазып тұр. Мен Қарағандыда екенімді біліп, ол жазып тұр, алыс жерде жазып тұр. Енді я из Макинска дейді, Акмолинская область. Сосын ясно дей салам. Сосын түсіндірген, я оформляю все, оплачиваю и даю вам оформление. Там вы вводите реквизиты для получения денег, получаете, а затем вам звонит курьер и уточняет время, бла-бла-бла, короче. И мына жерде мән беріңіздер, мына жерде жазып тұр, ол кісі вы вводите реквизиты дейді. То есть қазір интернетті алып көрсете салам. Өзіңіздің банковская картаңыздың алдында 16 сан болады. Соны жазу керек. Былай айтқанда қараңыздар. Мен осы сообщение келіссем осыған, ол кісілер маған специально сайт жібереді. Сол өздері мошенниктердің сайты арнайы. Ол жаңа неге ұқсайды? Поштаның сайттарына ұқсайды. Ол жерде жазылып тұр, егер де сіз покупатель төлеген ақшаны алғыңыз келсе, картаңыздың, банковская карта, кез келген картаңыздың алдындағы 16 санын жазыңыз, датасын жазыңыз, артындағы 3 санын жазыңыз деп бүкіл информацияны жазыңыз деп қояды. Ал егер сіздер сол жерге картаңыздың бүкіл данныйларын жазған жағдайда, сіздің мына картаңызда бар ақшалардың бүкілін жаңағы ұрлап кетеді. Сондықтан картаңыздың данныйларын мүлдем жазуға болмайды. Жазған жағдайда жазуға болады, ол алдында 16 санды ғана жазуға болады. Одан артық жазбай қойыңыздар. Содан соң мен біліп тұрмын мошенник екенін, жазып тұрмын. Я не очень-то разбираюсь деп жазып жүрдім өтіріктен. Ол кісілер маған мынандай картинка жіберіп тұр. Конечно, бұл фотошопта жасалынған, міне Яндекс деген өтіріктен қоя салған. Как работает доставка курьером, типа түсіндірген несі. Покупатель создает заказ и оплачивает анау-мынау деп бүкілін жазып тастаған. Мен әрине оны толық оқыған жоқпын. Сосын жазып жүрдім, в жизни так не делал деп жазып жүрдім. Сосын толық оқыңыз, оформлять етейін бе, етпейін бе деп менен сұрап тұр. Сосын мен жазып тұрмын, я не умею создавать заказ курьера деп жазып тұрмын. Мына жерде жазылып тұр, покупатель создает деп. Просто ойнап тұрмын да. Уақытын құртайын деп бәрі іш пысып отырған сол кезде. Вы читаете, я оформляю, алло деп кәдімгі үлкен әріппен жазған, кәдімгідей нервына тиіп кеттім, походу. Сосын прикол ұстап жазып тұрмын. Почему так грубо не кричите деп ше, читать надо дейді. Содан соң жазып, мына жерде маған басымен жазған еді ғой. Макинск, Акмолинская область деп. Сосын сұрап көрейші, қай жерінде тұрады, соны жазама, жазбайма деп өтіріктен жаза салдым. Кстати, а вы на какой улице живете деп.
ол маған жазып тұр пристанционная деп. Сосын 2GIS-ке кіріп қарап көрейін дедім, шын сондай улица бар ма жоқ па деп кіріп қарадым, ондай улица бар екен. Соның жанындағы басқа улицаны таңдап бір домды көрдім. Сәкен Сейфуллина 16-шы дом деген бар екен жақын жерде. Сол жерді көріп алдым, оның жанында Қазақтелеком бар екен, остановка бар екен, Диас деген. Соны жазып жібердім, айтпақшы болдым. Сол жерде мен танысым, досым тұрады, сол кісіге ақшаны беріңіз, наличканы, ал мен сізге товарды жіберемін деп жазбақшы болдым. Сондай мақсатта мошенникқа жаздым. Сәкен Сейфуллина 16, знаете, деп, рядом Қазақтелеком, рядом остановка Диас деп. Знаете, деп тағы сұрадым. Сол моментте мына мошенник алды да мені заблокировать етіп тастады. Сосын тағы жазғам, сообщением ол кісілерге бармады. Содан соң жарайды, бұл неден кейін тағы бір кісі жазды маған. Дәл сол қараңыздар. Здравствуйте дейді, я по поводу дейді, менің мына объявлениенің атауын толық скопировать етіп маған жазып жіберді. И сразу жазды, можете, пожалуйста, прислать мне видео, мынау деп өтіріктен. И так, мына жерде қараңыздар, тоже возможно ли доставка дейді. То есть тоже мошенник. Одан кейін тағы бір сообщение, тағы бір мошенник жазды. Басқа мошенник. Здравствуйте, еще продаете деп. Мына жерде ол уже кішкене қысқаша жазыпты. Қараңыздар, Asus ROG Phone 5 16 ГБ, ол 256. Ол менің басқа объявлением. Менде бірнеше объявление бар. Короче, ол жазып тұр. Здравствуйте, дадим, продаю дим. И ол да сұрап тұр мне, вам будет удобно, если курьер Яндекс приедет и заберет дейді. А вы откуда деп жазғам? Я с Арыса дейді. То есть Алматы жақта бұл да. Сосын мен сразу жазып жібердім, там мои знакомые живут, им наличку отдадите, и я вам отправлю деп. Смартфонда. Ол кісілер тоже черный списокқа жіберді. Сонымен не айтқым келеді достар? Егер де смартфон, компьютер или басқа да затты OLX деген сияқты сайттарда сататын болсаңыздар, покупатель осылай почтамен, доставкамен жіберем, сатып алам, мынау десе, ол кісілерді қоя қойыңдар, сатпай қойыңдар лучше. Ол кісілер мошенниктар. Тем более андай сайтқа жіберсе, картаның данныйларын жаз, алдында 16 санын, датасын, артында 3 санын жаз деген сайтқа жіберсе, ол кісілерге енді сенбеңіздер. Соны айтайын деп. Түнгі 12-де видео түсіріп тұрмын. Сондықтан жай сөйлеп тұрмын. Все бүкіліне түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма лайк басып, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып кетсеңіздер, комментарий жазып, мені қолдап қоясыздар сол арқылы. Жақсы, сау болыңыздар.